Тұздың сіз білмейтін екі пайдасы. Парақшаға тіркеліп алыңыз, видеоны соңына дейін қараңыз. Ал сіз қандай пайдасын білесіз, жазып кетіңіз. Бірінші пайдасы, егер сіздің аяғыңыздан жағымсыз иіс шығатын болса, күнделікті аптасына 3 рет бір ыдысқа жылы су құйып, оған тұз салып, сол тұз суға аяғыңызды салып қоясыз. Яғни аяғыңыздағы микробтардың барлығын өлтіреді. Білесіздер, аяқтағы жағымсыз иістер көбінесе сол микробтардың пайда болу себептерінен. Екіншісі, сіз аптасына баняға барасыз. Баняға барған кезіңізде жуынып болғаннан кейін бір ыдысқа жылы су құйып, оған тұз салып, сол тұз суды басыңыздан бастап денеңізге полный құясыз. Яғни ол құйған кезде сіздің басыңызға қайзақтарды кетіруге көмектеседі. Сонымен қатар денеңіздегі түрлі микробтарды жоюға, денеңіздегі артық иістерді жоюға көмектеседі. Сонымен қатар сіздің теріңіздің қатаюына көмектеседі. Яғни бұл әдісті көпшілігіңіз білуіңіз мүмкін. Сонымен қатар тұздың бір қасиетін білесіздер, ол суыққа қарсы жұмсайды. Яғни біз апта сайын өзіміздің денемізге су құйған сайын біздің ағзамызға суықтарды шығаруға да тұз өте жақсы көмектеседі екен. Осы әдістерден кейін, егер сіздің ағзаңыздағы проблемалар кетіп қалатын болса, онда сіздің ағзаңызда салыстырмалы түрде өте жақсы деген сөз. Ал егер де сіз ағзаңызды толығымен тазартқыңыз келетін болса, міндетті түрде Green Max өнімін қабылдаңыз. Келесі видеоларда Green Max өнімінің пайдасын толықтай айтатын боламын.